Балалар сәлеметсіңдер ме? Қалдарың қалай? Бүгін біз кезекті нұсқа талдауымызды бастаймыз, иә? Слив есептерін талдайық бүгін. Яғни қаңтар айындағы тапсырылып жатқан ұбт-да келіп жатқан сұрақтарды талдайық, иә? Бұл жерде бізде толық нұсқа жоқ, сол себепті жиналған сұрақтарды қарастырамыз, балалар. Кеттік. Жарықтың толқындық табиғатына жатпайтын құбылыс дейді, балалар. Жарықты екі түрде қарастырады ғой жалпы, иә? Толқындық, корпускулалық деген. Толқындық табиғатына жататын құбылыстар, мына құбылыстар: интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация. Бұл жерде жатпайтын құбылыс деп тұр, сол себепті бізде С жауабы болады, фотоэффект құбылысы. Келесі: жарықтың толқындық табиғатын дәлелдейтін құбылыс. Яғни мына жерде толқындық табиғатына жатпайтын құбылыс деп сұрап тұрса, мына жерде толқындық табиғатын дәлелдейтін құбылыс деп тұр. Яғни екі сұрақ бір-біріне қарама-қарсы болып тұр ғой. Бірақ енді уже мына сұрақты дұрыс белгілесек, келесі сұрақты дұрыс таба аламыз деген сөз. Жарықтың толқындық табиғатын дәлелдейтін құбылыс. Жаңа айтып өткендей, интерференция. Қалғандарының барлығы ол жарықтың толқындық қасиетіне жатпайды. Бұл жерде интерференция. Қайталап айтамын, жаңағы интерференцияның орнына дифракция, дисперсия, поляризация деп тұратын болса, онда оларды да белгілеуге болады. Келесі: суретте жинағыш линза. Оның бас оптикалық осі және сәулелер жолы линзаға дейін және линзадан кейін көрсетілген дейді. Линзаның фокусы орналасқан нүкте қай нүкте дейді. Балалар, линзаның фокусы орналасқан нүкте ол 1 деп тұр ғой. 1 деп тұрған жер фокус. Бірінші фокус, яғни бас оптикалық остен өткеннен кейін келесі біздің F, мынау F. Фокус бірінші, фокусы орналасқан нүкте ол бізде бірінші нүкте дейді. Белгілейміз. Келесі: электромагниттік өріс кеңістікте қандай толқын тудырады дейді. Қандай толқын түрінде таралады, иә? Электромагниттік өріс кеңістікте қандай толқын түрінде таралады дейді. Серпімді орта көмегімен таралады. Шексіз үлкен жылдамдықпен таралады. Құма толқындар түрінде таралады дейді. Акустикалық толқындар түрінде таралады дейді. Балалар, мына жерде дұрыс жауап көрсетілмеген, сол себепті біз өзіміз жазамыз мына жерде. Өзіміз жазамыз дегенде е жауабында тұрған болу керек, е балалар. Егер ол 5 түрлі варианттан тұратын болса, е жауабында тұрған болу керек. Яғни көлденең толқындар түрінде таралады. Көлденең толқындар түрінде. Көлденең толқындар түрінде таралады, балалар. Есімізде сақтап жаттап аламыз. Келесі: бір текті магнит өрісінде айналып тұрған өткізгіш раманың айналу жиілігін 3 есе арттырса, рамадағы айнымалы токтың жиілігі мен индукциялық электр қозғаушы күшінің амплитудасы қалай өзгереді дейді. Бір текті магнит өрісінде айналып тұрған өткізгіш раманың айналу жиілігін 3 есе арттырса, рамадағы айнымалы токтың жиілігі мен индукциялық электр қозғаушы күшінің амплитудасы қалай өзгереді дейді. Балалар, біз бұл жерде айнымалы токтың теңдеуін жазамыз. Яғни I тең болады IM синус омега Т. Синус омега Т. Немесе бұны біз қалай жаза аламыз? Бізде жай жілік сұрап тұр ғой.
рамадағы айнымалы токтың жиілігі. Айнымалы токтың жиілігі қалай өзгереді дейді. Так, синус омеганы, балалар, омегамыз бізде 2 пи ньюға тең ғой. Сол себепті мына жердегі омеганың орнына біз 2 пи ньютоны қоя саламыз. Сонда бізде ток күшіне, балалар, жиілігіміз тура пропорционал болып тұр. Сондықтан біз не істейміз? 3 есе артады деген жауапты белгілейміз. Бірінші міне токтың жиілігіне ток күші. Так, жиілігін 3 есе арттырсақ, айнымалы токтың жиілігі қалай өзгереді дейді. Яғни бізде 3 есе артады деген жауапты белгілейміз. Енді бізде ол бірінші жиілікті анықтадық. Енді ары қарай кеттік. Егер электр қозғаушы күшінің амплитудасы жиілікті өзгертсе, амплитудасы қалай өзгереді дейді. Бізде мынандай форма бар, эпсилон тең болады эпсилон м синус омега т. Немесе жаңағыдай жазып аламыз. Эпсилон м синус 2 пи нью т деп жазып аламыз. Бұл жағдайда да, балалар, эпсилон м-ға жиілігіміз тура пропорционал болады. Сол себепті 3 есе артады деген жауап болады. 3 есе артады деген жауап болады. Келесі. Бізде периоды 1 бөлінген 1000 мм дифракциялық тордың екінші реттік минимумы 53 градус бұрышқа ауытқитын жарықтың толқын ұзындығы дейді. Дифракциялық тордың формасы d синус фи к лямбда. Осыдан бізде толқын ұзындығын анықта дейді. Лямбда d синус фиді к-ға бөлеміз, болар. Енді қайсының орнына қайсысын қоямыз, анықтап алайық. Синус фиміз міне тұр. Периоды дегеніміз, болар, міне d 1 бөлім 1000 деп тұр, еще миллиметр бар. Ол бізде 10⁻6 дәрежесі метр. Айналдырсақ. Мына жердегі 10⁻3 дәрежесі миллиметрді метрға айналдырған кезде тағы да -3, сонымен -6 дәреже болып тұр. Так, к-ның мәні, балар, міне жазылып тұр. 2. Енді осылардың барлығын орнына қоя саламыз. 10⁻6 дәрежесі көбейту 0,8 бөлінген к. Сонда бізде 0,4 көбейту 10⁻6 дәрежесі. Немесе 0,4 дегенде біз 400 көбейту 10⁻9 дәрежесі метр деп жазатын болсақ, бұл бізде 400 нанометр деп жазуға болады екен, балар. Мұқият боламыз, дәрежелерге. Келесі. Жерден айға дейінгі арақашықтық 384 000 километр. Айға жіберілген радиосигналдың барып қайтадан кететін ең аз уақыты қандай дейді. Балар, радиосигнал, дыбыс, жаңғырық десе, бұл бізде S тең болады VT бөлінген 2. Яғни ол жерде неге 2-ке бөліп жүреміз? Себебі бізде дыбысымыз бізде белгілі бір бетке барады да қайтадан шағылып, қайтадан қайтып келеді. Яғни сол себепті біз 2-ге бөліп міндетті түрде осы форманы қолданамыз. Уақытты табайық. 2S-ті V-ға бөлеміз. 2 көбейту 384 көбейту 10⁻6 дәрежесі километрді метрге айналдырып жүреміз. Жылдамдығымыз бізде 3 көбейту 10⁸ дәрежесі. Так, мына жерде дәрежелер қысқарды, мында 2 дәреже. Сонда 384-ті 2 көбейтемізді. Бөлеміз оны 300-ге. 2,156 секунд. Келесі тапсырма. Жақыннан көргіш адамның көзілдірігінің оптикалық күші 2 -2 диоптрия болса, көзілдіріктің фокусы дейді.
Так. Бізде оптикалық күшімізді тең болады -2 диоптрия. Көзілдіріктің фокусы. F-ті табуымыз керек қой. Так, бізде D тең болады -1 бөлінген F формула бойынша. Енді осы формула бойынша қояйық орнына. 1 бөлінген, мына жерде де минус, мына жерде де D-ның өзі минус болып тұр. Жарайды, так, бірінші мына минусты қояйық, мына D. Енді орнына қоятын болсақ, мына жерде -1, мына жақта -2. Сонда не болады? Бізде 0,15 метр болады. Келесі. Материялық нүкте 2 минут ішінде 120 тербеліс жасады. Нүктенің тербеліс периоды қандай дейді. Тербеліс периодының формасы кішкентай тымның n-ға қатынасы. Кішкентай тымыз 2 минут, 2 минут секундқа айналдыратын болсақ 120 секунд. 120-ны 120-ға бөлеміз 1 секунд. Жауабы болар. Келесі. Тербеліс периоды 0,2 секунд. Таралу жылдамдығы 200 метр секунд толқынның таралу бағытында бір түзу бойында жатқан толқын көзінен 2 метр және 4 метр қашықтықтағы нүктелердегі тербеліс фазасының айырымы қандай дейді. Так, тербеліс периодымыз бізде 0,2 секунд. Жылдамдық беріліп тұр 200 метр бөлінген секунд. Балар толқын көзінен деп тұр ғой мына жерде. 2 метр және 4 метр деген ол бізде балар x1 мен x2. x1-міз 2 метр, x2-міз 4 метр. Фазалар айырымын балар фи деп белгілейміз, дельта фи. Так. Белгілі бір қашықтықтағы нүктелер фазаларының айырымының формасы 2π бөлінген лямбда. Көбейтілген дельта x. Дельта x. Дельта x деп отырғанымыз ол x-тардың өзгерісі ғой балар. x2-дан x1-ді азайтамыз. Бұл енді есептей саламыз. 2 көбейту. Жауапты ескеріңіздер, егер жауабымыз сан мәнмен ғана берілсе, онда пидің орнына 3 көбейту 3,14 қоямыз. Ал егер пидің өзімен тұрса, онда қоймай есептей береміз балар. Так, лямбда. Лямбда берілмеген. Лямбданы біз қалай анықтаймыз? Лямбданы біз v көбейту t-мен анықтаймыз. Так, 200 көбейту 0,102. Мыналар қысқарып кетті. 4 метр. 4 метр. Дельта x-іміз ол. 4-тен 2-ні азайтамыз 2. Сонда бізде пи шығады екен балар. Пи радиан. Пи радиан. Келесі тапсырма балар. Қатаңдығы 200 ньютон бөлінген метр. X тең 0,1 синус 5-ті тербеліс теңдеумен тербеледі. Жүктің массасын анықтаңыз дейді. Так, омега берілген балар. Омеганы мына жерде 5 радиан бөлінген секунд. Қатаңдығы 200 ньютон бөлінген метр. Омега беріліп тұр дедік жаңа. 5 радиан бөлінген секунд. Так, жүктің массасын анықтаңдар дейді балдар. Омеганың формуласы бар, Омеганың формуласы бар бізде К бөлінген М. Түбір астында. Осыдан массаны анықтай саламыз. Яғни К бөлінген омега квадрат. К-ның мәні бізде 200, омеганың квадраты 25, сонда бізде 8 килограмм шығады екен. Бұл жауап балар. Бұл жауап. Келесі.
Келесі оптикалық тығыздығы аз ортадан оптикалық тығыздығы көп ортаға өткен кезде жарықтың тербеліс жиілігі қайтеді дейді. Балалар, тербеліс жиілік өзгермейді. Жаттап алыңыздар. Жиілік өзгермейді. Келесі тапсырма. Периоды 1,157 миллисекунд электромагниттік тербеліс тудыру үшін сыйымдылығы 0,5 микрофарад конденсаторды жалғауға болатын катушка индуктивтілігі дейді. Так, тербеліс период 1,57 миллисекунд, оның минус 3 дәрежесі. Так, сыйымдылық, конденсатордың сыйымдылығы 2,5 микрофарад, оның минус 6 дәрежесі фарад. Катушканың индуктивтілігі L әрпімен белгіленеді. Бұл есепті біз Томсон формуласымен шығарамыз. 2π түбірасында L-сы. Яғни біз форманы түрлендіреміз. Ол үшін біз барлығын квадраттаймыз да түбірден құтыламыз да, сосын пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланып, форманы түрлендіреміз. Т квадрат бөлінген 4π квадрат С. Так, енді орнына қоя саламыз. Т квадрат 1,57 деп екі рет көбейте салайық. Дәрежені квадраттаймыз, минус 6 дәреже. 4 көбейту π квадрат. 3,14-тің квадраты жуықта болғанда 9,8. Көбейтеміз, 2,5 көбейту 6 дәрежесі. Дәрежелер қысқарып кетті, енді сан мәндерін көбейтіп бөлу ғана қалды. 1,157-нің квадраттаймыз да, оны бөлеміз 4-ке, бөлеміз 9,8-ге, бөлеміз 2,5-ке. Сонда бізде теңдігі 0,25 Генри деген жауап шықты. Ол бізде 25 милли Генри деп жазсақ та болады. Немесе 25 көбейту оның минус 3 дәрежесі Генри деп жазсақ болады. Томсон формуласын жаттап аламыз. Келесі тапсырма. Жоғарылатқыш трансформатордың бірінші реттік орамасында N1 тең 80 болды дейді. Екінші реттік орамасында N2 1280 орам бар дейді. Бірінші реттік орамасының ұштарындағы кернеу 120 вольт. Екінші реттік орамасында тоқ күші 0,125 ампер. Трансформатордағы пайдалы қуаттың мәнін тап дейді. N1 80, N2 1280, U1-міз 120 вольт, I2 берілген 0,125 ампер табу керек П қуатты. Бізде трансформатордың орам сандарының кернеулеріне қатынасы, яғни пропорционалдық теңдеуі бар, я? N1-дің N2-ке қатынасы тең болады U1-дің U2-ке қатынасы. Біз осы пропорционалдық теңдеуден нені анықтап аламыз? U2-ні анықтап аламыз. N1, N2, U1. U2-ні анықтап аламыз. 1280 көбейтілген U1-міз бізде. U1-міз 120, бөлеміз N1-міз 80. Так. 1280-ді көбейтеміз 12-ке, бөлеміз 8-ге. 1920 вольт. 1920 вольт шықты. Ары қарай қуатты анықтай саламыз, балалар. I2 көбейтілген U2 формуласымен. 0,125-ті көбейтеміз 1920-ға. 480 ватт. 480 ватт болар. Келесі. Тербеліс жиілігі 440 Гц материялық нүктенің 5 секунд ішіндегі тербелістер саны дейді. Жиілік 440 Гц. Кішкентай берілген тербелістер санын анықтау қажет. Балалар, тербеліс периодына кері шама жиілік, яғни жиілігіміз ол бізде тербеліс периодына кері шама. Мына формуланың керісінше түрі. N-ді кішкентай т-ға бөлеміз. Осы формуладан N-ді анықтайтын болсақ, μ-ді т-ға қайтеміз, көбейте саламыз. Сонда 440-ті көбейтеміз нешеге? 5-ке. Бізде неше шығады? 2200 шығады, 2200 шығады.
келесі. Бір миллиметрге 200 штрих келетін дифракциялық торға толқын ұзындығы 500 нанометр жарық перпендикуляр түседі. Тордан экранға дейінгі қашықтық 1 метр болса, орталық максимумнан бірінші максимумға дейінгі қашықтықты анықтаңдар дейді балалар. 1 миллиметр дегеніміз ол бізде L балалар. Штрих санын N әрпімен белгілейміз. Бұл екеуінен білдіреді балалар. Бұл екеу бізде D-ны білдіреді. D берілмей қалса, дифракциялық тордың периоды берілмей қалса, біз осы екеуі арқылы анықтап алуымызға болады екен. Бірден анықтай салып, 10-3 дәрежесін 200-ге бөлеміз. 0,5, 10-5 дәрежесі, немесе 5 көбейту 10-6 дәрежесі метр деп жазып D-ны анықтап алайық. Лямбда бізде 500 нанометр. Және дифракциялық тордың реттілігі белген бірінші деп тұр 1. Тордан экранға дейін қашықтық балалар бізде А 1 метр. Бізге табу керек енді нені? В-ны. А-мен В-ны біз қай жағдайда жазамыз? Синус фиді жазсақ болады. В-ның А-ға қатынасын деп. Сонда бізде дифракциялық тордың формасы D синус фи К лямбда ғой. Тең болады К лямбда. Естеріңізде болса, D бізде бар. Синус фидің орнына В бөліп А-ны қоямыз. К мен лямбда бар. Енді осы формуланы түрлендіріп, В-ны анықтаймыз балалар. В-ны анықтаймыз. А, К лямбда бөлінген D. Орнына қоятын болсақ, А бізде 1-ге тең, К бізде 1-ге тең, лямбда бізде 500 көбейту 10-9 дәрежесі. D-мыз бізде 5 көбейту 10-6 дәрежесі. Қысқарды, мына жерде -3 дәреже қалды, 5 пен 5 қысқарды, сонда бізде 0,1 метр деген жауап шығады екен. Оны біз сантиметрмен сұрап тұр екен. Сантиметрмен сұрап тұрса, 10 сантиметр деп жазсақ болады екен балалар. Келесі тапсырма. Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығы 4 есе арттырса, контурдағы электр тербелістердің периоды қалай өзгереді дейді балалар. Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығы. Тербелмелі контур дегеніміз не балалар? Тербелмелі контур дегеніміз ол электр тізбегі, неден тұратын электр тізбегі? Яғни, тербелмелі контур дегеніміз сыйымдылығы С конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан тұратын электр тізбегін біз тербелмелі контур деп атаймыз. Тербелмелі контур деп атаймыз. Сәйкесінше тербелмелі контурға байланысты сыйымдылық деп тұр, яғни тербеліс периоды деп тұр. Осылардың барлығын байланыстыратын L-ді байланыстыратын формула бізде Томсон формуласы, сонда Т тең болады 2π түбірасында L-С формуласы, бізге қажетті формула. Бұл формулада нені көруге болады? Бұл формуладан біз Т-ның мына конденсатордың электр сыйымдылығына тура пропорционал екендігін көруімізге болады. Яғни формуладағы мына басқа L-ға 2π-ға мән бермейміз да, олардың барлығы егер салыстырып шығаратын болсақ, қысқарып кетеді, олай да шығаруға болады. Немесе бірден осылай формулаға салып шығара салсақ та болады, уақытты үнемдеу үшін. Сонда біз тура пропорционал екендігін біліп отырмыз. Сыйымдылықты 4 есе арттыру үшін алдына 4-ті қойдық. 4-тен түбір тапсақ 2 шығады. Сонда бізде 2 шығып тұр. Яғни сыйымдылықты 4 есе арттырса, бізде тербеліс периоды қайтеді екен? 2 есе артады деген жауап болады екен. Ал егер мынандай жағдай болсашы, бізде керісінше Т-мыз бізде 4 есе артты десе, тербеліс периоды 4 есе артты, сыйымдылық қалай өзгереді десе не істейміз? Ол үшін біз мына формуланы түрлендіріп аламыз, С-ны анықтап аламыз. Т квадратты 4π квадрат бөлінген L-ға. Яғни, вдруг сондай тапсырмалар келетін болса, тербеліс периоды 4 есе артатын болса, бізде 4-ті мында қоятын болсақ, квадратты алып кетеді. Бөлшектің алымында қалды 16-мыз, сонда 16 есе артады деген жауап белгілейміз. А егер бөлшектің бөліміне кетіп қалатын жағдай болса, онда қайтеміз? Онда 16 есе кемеді деген жауапты белгілейді екенбіз балалар. Жақсы, бүгінше есептер жинағы осы екен балалар. Барлық есептерді
шығару жолын мұқият жазып, мұқият есімізде сақтап аламыз, иә балалар? Бүгінше есеп талдауымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет балалар. Сау болыңыздар.